Балалар, бүгін сабағымыз екінші сабақ, 6-шы жаттығу. Мұқият тыңда дейді. Сөйлеу мәнерінің кімге тән екенін анықта дейді. Алматы уақыты 9 сағат 15 минут. Аузыңды аш та а де, ыстық самсақ алыңыз. Бұл жерде сатушы. Ал мына жерде қараңыз, Алматы уақыты 9 сағат 15 минут. Аузыңды аш, а де, ыстық самсақ алыңыз. Бұл жерде сатушы. Абайлаңыз, есік жабылады. Келесі аялдама, Абылайхан даңғылы. Бұл жерде кондуктор, бізде автобуста жүреді. Кондуктор екен. Ойыншықтарыңды тағы да шашып тастағансың ба? Бұл анасы, баласына ұрсып жатқан, Бүгінгі өтетін тақырыбымыз етістік. Бұл мұғалім екен, Енді 7-ші жаттығу, мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Самат ауылдағы атасы мен әжесін қатты сағынды. Сол сағынышын тілі жеткенше айтып хат жазбақ болды. Кешкі тамағын ішіп болған соң, біраз уақыт теледидар көрді де өз бөлмесіне кірді. Торкөз дәптерден 2 парақ жыртып алды. Ақ қағаздың басынан «Сәлем хат» деп жазып қойды да, ары қарай өз ойын, жай-күйін әңгімеледі. Мысалы, бүйтіп жазсаңыздар болады дейді. Халдерің қалай ата-әже? Ауырмай сырқамай жүрсіздер ме? Көкем жұмысын істеп жатыр ма? Бізде де аман саумыз деп жазса болады екен. Ал мен былай жаздым, қараңыздар. Ары қарай жалғастырды. Мен биыл 2-ші сыныпқа барамын. Мен сабағымды үздік оқысам, демалыста сіздерге барамыз деді әкем. Сіздерді қатты сағынып жүрмін. Көріскенше аман болыңыздар. Сөйтіп жазсаңыздар болады екен, осылай. Бұл 7-ші жаттығу. Тапсырма арқылы сөйлеудің қай түрі жүзеге асырылғанын тауып көр. Сөйлеу түрі мен оған сәйкес тапсырманың тұсына плюс таңбасын қой дейді. Сөйлеу түрлері. 6-шы жаттығу, 6-шы жаттығу бұл жерде ауызша болып тұр, Жаңағы Алматы, уақыт сағат, кондукторды, мұғалімнің, анасының сөйлегені ауызша. 1-ші тапсырма. 7-ші жаттығу. Бұл жерде де ауызша екен, өйткені сағынып жүр деп айтып жатыр, Ал 2-ші тапсырма біз өзіміз жазбаша жаздық, Сол үшін 2-ші тапсырмаға жазбаша деп қоямыз. Мысалға, астына жаздық қой, мына. Мен биыл 2-ші сыныпқа барамын. Мен сабағымды үздік оқысам, демалыста сіздерге барамыз деді әкем. Сіздерді қатты сағынып жүрмін. Көріскенше аман болыңыздар деген бұл дәптерге өзі жазып түсірген, Сол кезде бұл жазбаша болады екен. Ал бізде келесі 9-шы сабақ. Мәтінді оқу. Мәтінді оқуда сөйлеудің қай түрін қолданасың дейді. Алматы қаласынан 7 шақырым жерде Танбалы-тас деген жері бар. Танбалы-тас бірнеше жылғалардан, өзектерден тұрады. Танбалы-тастың жан-жағында сайлар ішінде күнге әбден күйген жалпақ гранит тастар бар. Гранит тасқа таутеке, бұғы, киік, жылқы, бұқа және басқалары кескіндері қашалып салынған. Қолдарына ұзын найза ұстап, белдеріне қылыш асынған, кейбіреулері жебірете туыстаған 22 сарбаздың суреті өте әдемі бейнеленген дейді. Қарамен жазған сөздердің мәтіндегі сөйлемдерді байланыстырып тұрған назар аудар. Сол сөздерді басқа сөздермен алмастырып айтып көр дейді. Алғашқы адамдар суреттерді көмегімен сөйледі. Қай түрін жүзеге асырды? Ойынмен бөліс. Ойынды жазбаша сөйлеуді бірден пайдалы болған жоқ дейді. Қараңыздар, бұл жерде
жазбаша сөйлеу бірден пайда болған жоқ. Алғашқы адамдар бір-бірімен сөйлесу үшін суреттерді пайдаланған екен, иә. Сөйтіп бірте-бірте жазу пайда болды, иә. Сөйтіп бірте-бірте жазу пайда болған екен, иә. Сурет арқылы бір-бірімен сөйлескен екен, иә. Мына қараңыздар. Бұл жерде 10 ату сурет бойынша күзге не болған әңгімеле, не болмайтынын айт дейді. Әңгімелеу үшін сөйлеудің қай түрін қолданасың дейді. Күз мезгілі бейнеленген сурет бөліктерін сіздер салып қарап, осы сурет бойынша 3 сұрақ жаз дейді. 3 сұрақ жазады екен. Қараңыз, біріншіде күз келгенде жапырақтар сарғаяды, жел соғып жапырақтар жерге түседі, жемістер пісіп, адамдар оларды тереді. Күз мезгілінде қар жаумайды, иә? Қар жаумайды. Сондықтан балалар ақшақар соға алмайды. Шанаға мініп төбеден сырғанай алмайды деп жазады екенбіз, иә? Өстіп өзіміздің ойымызды не болады, не болмайды, соны жаз деп тұр, иә? Ал мына жерде 3 сұрақ қой дейді. Күз келгенде жапырақтар қайда түседі? Жапырақтар жерге түседі екен, иә? Ақшақарды қай кезде жасайды? Қыста жасайды, иә? Күзде әрпі. Күзде қандай жемістер піседі? Күзде пісетін жемістер бізде жүзім, алмұрт, алма, иә, күздік алма, иә? Қызанақ, қияр. Бәрі піседі екен, иә? Мына жерде қараңыздар. Не болмайтынын көрсетіп тұр, иә? Соны біз айтып тұрмыз. Балалар аққала соға алмайды, шанамен сырғанай алмайды екен, иә? Болатын нәрсе жапырақтар жерге түседі, иә? Алма тереді екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.